Сәлеметсіздер ма балалар? Бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы шеберлер еліне саяхат 29-шы сабақ. Бүгінгі сабақта шығармашылық жұмысты таныстырылым түрінде ұсынасың. Ым ишара қимылмен көрсетесің. Әрекет түрлерін қимылмен көрсетіңдер. Балалар, мына жерде бірінші білемін бөлімінде әрекет түрлері жазылған. Егер соны білетін болсақ, қайталаймыз, ал егер білмейтін болсақ, білгім келедіге қоямыз плюс белгісін, ал егер білетін болсаңыздар, үйрендімге қоямыз. Бәріміз шалғымен бұлай шөп шаптық. Шалғымен шөп шабуды барлығымыз білеміз, е? Әжем ұршықпен бұлай жіп үйірді. Балалар, жіп үйіруді білеміз бе, қалай үйретінін? Білмесек, білгім келедіге қоямыз. Егер білетін болсақ, үйрендімге қоямыз. Отыра қалып бәріміз бұлай жүн сабадық. Жүн сабауды білетін болсақ, үйрендімге қоямыз. Білмейтін болсақ, білгім келедіге қоямыз. Содан кейін бұлай жүн түттік. Жүн түтуді де солай. Айнаш бұлай шәлі тоқыды. Ағайым бұлай бидай түйді. Білгіміз келеді бәріміздің де. Шара, Айша, Қайрат кезектесіп бұлай қымыз пісті. Арқат асауға бұлай шалма тастады. Енді сіздерге сұрақ, қазіргі кезде аталған кәсіп түрлерінің осылардың ішінде қайсысы? Қазіргі кезде аталған кәсіп түрлерінің ішінде қымыз пісу, шөп шабу түрлері сақталған. Сәндік қолданбалы өнер, балалар, ертеден келе жатқан сән өнерінің бір саласы. Ою-өрнек, зергерлік бұйымдар, кәдесый, тағы басқа тұрмысқа қажетті көркем заттарды жасайтын шығармашылық түрі. Қазақ халқының ұлттық өнері саналатын бұйымдар теріден, ағаштан, асыл тастан, сүйектен, тағы басқалардан жасалып отырған. Балалар, суретке мұқият қарайық. Бұл кісі Фариза Оңғарсынова. Ол 1939-2014 жылдар аралығында өмір сүрген. Ақын, қоғам қайраткері, журналист. Атырау облысы Нововагат ауданы Манаша ауылында дүниеге келген. Өлеңдері көптеген елдердің тіліне аударылған. Оюлар, жезқазған, үйім менің отаным, ұстаз, ескерткіш, тағы басқа өлеңдерін оқып, бейне қордан тыңдауға болады. Оюлар өлеңін түсініп оқиық. Түрін ай текеметтің асыл қандай. Үңілдім үнсіз ғана басым далмай. Келе ғой қошаққаным өзіме деп. Әжем кеп сипағандай шашымнан жай. Күйімді кешсең дерау сол беттегі. Тұрғандай ана көңіл тербеп мені. Жан бітіп жайраңдайды жан жағымнан. Қазақтың қошқар мүйіз өрнектері. Аңсаумен күнім өтті қанша менің. Жел бауда, бас құрдама аңсау емім. Әжемнің көзіндей бұл оюларды таба алмай дала кесіп шаршап едім. Елестеп көз алдыма сән шақтарым. Келгенде құлағыма аңсатқан үн. Түрінен текеметтің көріп тұрмын. Әжемнің тарамысты саусақтарын. Шебер көп бұл заманда кілеңкерім. Болмайтын ажыратып түр өңдерін. Сүрінбей өте алар ма ғасырлардан. Әжемнің осындай жыр өрнегім. Балалар, өлең түсінікті болды ма? Бұл Фариза Оңғарсынованың Оюлар атты өлеңі. Бұның ішінде бізге түсініксіз сөздер бар. Керім бұл жерде бірінен бірі жақсы, бірінен бірі өтеді, бірінен бірі жақсы деген мағынаны білдіреді.
Ақын өлеңде буын санын сақтау үшін сөзді айтылу түріне жазады. Берілген өлеңде әжем кеп сипағандай шашымнан жай жолындағы кеп сөзді келіп деген мағынаны білдіреді. Ақынның сезімін қай сөзінен байқадыңыздар дейді. Бұл жерде қуанышты, таңданысы, аңсап сағынуы, күдіктенуі дейді. Бұл жерде өлеңнен ақынның аңсап сағынғанын байқадым. Аңсап сағынуы байқалады. Төртінші, өлеңнен ұлттық өнерді сақтау туралы ақынның ойын тауып оқы дейді. Шебер көп бұл заманда кілең керім, болмайтын ажыратып түрі өңдерін, сүрінбей өте алар ма ғасырлардан әжемнің осындай жыр өрнегім дейді. Қазір міне шеберлердің өте көптігі, бірақ олардың барлығы бұрынғы заманның нелерін, оюларын білмейтіндігі туралы айтылған екен. Сол ерте заманнан келе жатқан ою өрнектер әлі де ғасырдан ғасырларға өте алар ма екен сақталып деп, міне осы туралы жазылған екен. Сәндік қолданбалы өнер қайда кездесетіні туралы әңгімелеңдер. Сәндік қолданбалы өнер ұлттық киімдерде, кілемдерде, түрлі төсеніштерде кездеседі. Мына жазып кетейік: ұлттық кілемдерде, ұлттық киім, төсеніштер, кілемдерде кездеседі. Әшекей бұйымдарда кездеседі. Сандықта кездеседі. Тағы да көп түрлерін айта беруге болады. Алтыншы, суреттен басқұр мен желбауды көрсетіп сипаттаңдар. Басқұр. Басқұр уық пен керегенің түйіскен жерін бастыра таңатын, үйдің ішіне сән беріп тұратын өрнекті ұзынқұр. Ал желбау дегеніміз шаңыраққа 3 жерден байланып, керегеге асып қоятын ою өрнекті шашақты құр. Бұл желбау балалар. Сәндік қолданбалы өнер туралы не білдің? Сәндік қолданбалы өнер ұлттық киімдерде, кілемдерде, түрлі төсеніштерде кездеседі. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше.